Тікелей эфирде таңғы сазда ақпарат таңдыру бағдарламасы. Бізге кеп шайғасқан қонақпен таныс болыңыздар. Тарихшы, өлкетанушы Өмір Шыныбекұлы. Қош келіпсіз аға. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі таңғы көңіл күйіңіз қалай? Біздің бүгінгі тақырыбымыз құстар туралы болып жатыр. Осы бір құстар сіздің өміріңізде қандай рөл ойнайды? Құдайға шүкір, бүгінгі тақырыпты сәтті таңдапсыздар. Оның үстіне жаңа далада нұр жауып тұр деуге болады. Қыстай көңіліміз күпті болып жүреді, қар болмай. Мына жаңа бір әдемі болып тұр. Енді құссыз өмірді елестету мүмкін емес. Қарлығаш үйімізге ұя салып, әке-шешеміз тидірмейтін, мысыр жақындасақ қорғаштап, киелі құс аққуды білесіздер, қалай қазақ құрметтейтін. Айтып берсек ол үлкен біздің қазақ ежелден табиғат сүйгіш халық қой. Біз бүгін сізді студиямызға тектен-текке шақырып отырған жоқпыз. Ауыл тарихы, ел тарихы деген жақсы бір кітап жазған екенсіз. Осы бір кітаптың ішінде көрермендер де біліп отырсын, ауылдың тарихы, елдің тарихы дейтіндей қандай құнды дүниелер жазылған, таныстырып өтсеңіз. Бұл осындай бір кітап жарыққа шықты. Бұл кітап жазылған мақсаты білесіздер, 5000 жылдық тарихы бар, 1,5 миллиард Қытай тарихы қағазға керемет түскен. Алда айналасы 10 шақтақ миллионбыз, бірақ тарихымызды түгендей алмай жүрміз. Оның көптеген себептері бар. 28 жылға шейін қазақ көшіп қонып жүрді да, жеке-жеке ауыл болып, әлгі мөр қоржында жүрді, кеңсе. Ал енді қазір мүмкіндік бар кезде әр ауылдың тарихын түгендесек, қазақтың тарихы түгенделеді деп ойлаймын. Сол себепті архивте біраз ізденуге тура келді, көптеген материал табылды. Оның ішінде архивте отқан адам дерек көп. Ол деректі сөйлете білу бар. Интерпретация дейді, оны егер сөйлете білсек, тарихымыз ашылмаған нәрсе өте көп. Осы жерде бір айта кетейін мен. Мына бізде ашаршылық жылдары қырылған адам саны туралы тарихшылар арасында дау көп. Мен архивте отырдым да таптым, 30-шы жылы Төле би ауданы, бәрін қамту мүмкін болмады, бұрын Бадам ауданы деп аталған, Төле би ауданы. Сол жерде 100 колхоз, 104 колхоз құрылған, адам саны бәрі көрсетіп тұр. Әр колхозда неше адам. Сосын 32-33 жылдардағы архив жоқ, НКВД алып тастаған, КГБ алып тастаған. 35 жылы жаңа колхоздардан 35 ғана жиналған. Және адам саны көтерілген. Осыған қарап, мына демографтарда өздерінің есептері бар, формулалар соған қойып жүрсе, қанша адам жоғалғанымызды шамалап айтуға болады. Тағы бір момент, жаңағы бізде ресми тарих Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардан 1,3 миллион адам кетті дейді. Соның 600 мыңдай оралмай қалды дейді. Ал енді мен бір ауыл әулет қой енді, бәріңіз әулеттен шығып осы. Соның 188 жігіт аттаныпты, соның 122 оралмай қалған. Сонда 3-тен 1. Бұл енді средний, орта статистикалық ауыл. Солай есептесек, біз жаңа тарихымыз, жаңа сан цифрларды нақтыға әлде қайда жақындатуға болады. Ауыл тарихы деп отырмыз ғой, қай ауылдың тарихы тереңірек, қай ауылдың тарихы елге елеулі осы бір оқиғаны айту керек екен деген ой туындады ма сізде? Ол ауыл таңдау мүмкін емес, өзім білетінім, адамдарын, жерін, табиғатын өзім туған ауылым. Әр төбені жастайымыз естіп өстік. Әулеттің тарихы да өте күрделі, қазақтың әр әулетінің тарихы. Алмалы төкпе замандар болды, жаңағы 20-20-30 жылдары. Сол әулеттің адамдар бірін-бірі құртуға ұмтылды, сөзін ашығы, большевиктердің айқайын естіп, бұл жерде жақсы да бар, жаман да бар. Жамандардың атын атамауға тырыстық, бірақ жамандық істегендерін көрсеттік істеген жамандықтар. Осы орайда тағы бір айта кететін нәрсе, сіздер бәріңіз әлгі Құран хадистерінен оқып жүрсіздер, обал, жазыр деген, нала деген. Осы жерде мен өзім көзім жетті, ауылда шежіре алып жүріп түгенден адамдар. Сол кезде адамдарға ағайынға зәбір көрсеткендерден, Шолақ перзенттен көбісінен ұрпақ қалмаған, қалған болса азып, тозып, ішкеш, мүгедек болып кеткен. Мен көзім соған жетті. Яғни біреуге кесірін жақсылық жасауға тырысуымыз керек. Қалай да болса жақсылық адам баласына. Бәрі қайтарым дүние. Дұрыс, енді бұл кітаптың демеушісі кім? Бұл кітапқа алғаш әлгі ой салған өзіміздің ауылда сағамыз Әмзебек Ақымбек деген Алматыда тұратын ағай айтқан. Ол материал жинап берді архивтен, кейін біреу жазады деді. Мен архивте отырып едім, түрлі деректер кездесті. Егер ол деректі
ауылды танымайтын адам жазса, біздің ауыл азамат соғысы қайтадан басталады. Ағайындар арасында соғыс басталады. Отынды алғанға жақтыр деген өзіңіз іздегесін. Мен ананы көрдім, кейбір деректерді көргенім өкінесің сөздің ашығы. Себебі ұрпақтарын көріп жүрсін, араласып бірге өстік. Олар тереңірек тапсырды. Сөйтіп ана ағайға айттым, ағай кешіріңіз, мен өзім жазуға тырысайын. Мынаны бөтен адамға, ауылдың әлгі ішке құпиясын білмейтін адамға беру өте қауіпті. Ағайын бүлініп кетеміз қайттан деп өзім әрекет жасадым. Осы кітабыңызды қарап отырсақ, міне көптеген аудан колхоздардың атаулары орысша аталған. Осы жөнінде не айтасыз? Олар бүгінгі таңда барлығы жаңарып, қазақшаланып бітті ма? Мен біздің жерімізге 1864 жылы 20 қыркүйек шамасында Шымкентті Ресей әскері алды. Сонымен 1868 жылдары осы өңірде Шымкент уезі құрылды, Сырдария облысының құрамында. Сонда Савенков деген кісі бастаған, Түркістан генерал-губернаторының чиновник, 5-6 адам комиссия құрылды. Осы жердің шекарасын белгілеп, болыстықтар бөлу, шекарасын айқындау. Әр болысты ұру да әулетке қарап бөлу. Солардың жасаған тірліктерін кейін 1890 жылы Ресей мен Украинада үлкен аштық болды. Қатты алапат аштық болды. Сол кезде Ресей мен үкіметі бар тапқан шешімі сол жақта ашыққан халықтардың бетін Орта Азияға бұру болды, Қазақстан жеріне бұру болды. Оларға үлкен жағдай жасалды. Ең алдымен біздің шұрайлы жерлеріміз, жаңағы Сыр бойы, Арыс, Бадам, Сайрамсу, Ақсу деген өзен бойындағы шұрайлы жердегі қазақтың бәрін қырға қарай, Таутасқа, шөлге қарай ысыртты. Сол жерлерге орыс, украин поселкалары түсті. Оның себебі сол. Анын кейін жаңағы кеңес өкіметі орнағаннан кейін 29 жылы Мәскеудегі Красная Пресня деген фабрикадан Бадам ауданына, жалпы Мәскеуден, Красная Пресня деген ауданнан, Мәскеудің бір қалан 25 мыңшылықтар деген болған. Содан жұмысшылар келді колхоз орнатуға. Бізде колхоздасыр. Сөйтті де олар жаңағы өздерінің ойларына түскен, жаңағы сол кездегі анау большевиктер партиясының ыңғайына келетін, саясатына, идеологияға қарсы келмейтін, трудовик, большевичка, бірдемешке деген аттар сол кезде пайда болды. Енді біздің гүлдеріміздің өзі осы шетеулік атауларға тән. Оның себебінде. Бірақ оңтүстікте өсіп жатыр. Ол мені бала кезімнен өзі толғандыратын, жаңағы әдебиетті ашсақ, ғылыми әдебиетті, біздің күнде көріп жүрген көктемде бар, ескейтін жол атымды қызғалдағымыз, Шірен қызғалдағы, Кауфман қызғалдағы, Островск қызғалдағы, биологтардан сұрап көрдік мектептегі. Олар көбісі білмейді екен. Кейін ол жаңағы неге өзіміз ізденбеске дедік, біраз ізденіп, шынында да жаңағы ол біздің жерімізді зерттеуге түрткі болған адамдар, зерттеген адамдар, және ғылыми айналысқа ендірген адамдардың аттарымен аталған. Кауфман қызғалдағы деген бар. Кауфман деген жаңағы Түркістан генерал-губернаторының ең алғашқы губернаторы. Өлкені Ресейге бағындыруға үлкен жұмыс істеген, өлкенің этнографиясын қазақ халқының ділінен, дінін өте қатты зерттеген. Аз жылда қазақ халқын орыстандырамын деген есебі болған тіпті ол кісінің. Бірақ зерттегені сол, ол зерттегенде ол қазақтың көсегесін көгертейін деп емес, жаңағы метрополияға қызмет еткізу үшін зерттеген. Мына кітапты қарап отырсақ, аң құстарымызды да ерекше тармақтар беріп, ерекше суреттермен шығарған екенсіздер. Осы бір аң құстарға да тоқтала кетейік. Бұл аң құстар шын мәнісінде біздің жерге кезінде әкелінді ме, не болмаса осы жерде жаралып туылып өскен аң құстар ма? Олар қай уақытта жерсінде деген. Бұл кітапқа енген жаңа өсімдіктер мен жануарлар тек қана біздің жерге ғана тән эндемик өсімдіктер мен жануарларды алдық. Бәрін қамту мүмкін емес, онысымен мен биолог емеспін. Мәселен, біздің Ақсу-Жабағылы қорығында, Сайрам-Өгем ұлттық паркінде Мензбир суыры деген бар. Оны біздің ауылда ауыз тілде тау тышқан дейді. Өте біздің әлем бойынша тек қана біздің жерде атылады, өседі. Басқа жерде кездеспейді. Оның несін қазақ майын дәріге пайдаланады. Терісін құлақшын істейді. Сол енді Мензбир деген кім енді? Мензбир деген 1917-19 жылдары Мәскеу университетінің ректоры болған адам,
ғалымдар зерттеген ғалым Кашкаров деген ғалым зерттеген, Ақсу Жабағылы қоры 27-28 жылы ашылды. Сол кезде зерттеген ғалым жаңағы өзінің ұстазының атымен жаңағы біздің суырды ата жіберген. Енді біткен іске сыншы көп дейді ағай. Сынға көз қарасыңыз қалай? Бұл кітапқа да сын айтып жатқандар бар шығар. Ол табылады сын айтатын. Бұл жерде мен барлық тарихи деректер, жаңағы сын айтатын адам алдымен жаңағы мен көрсеткен сілтемелерді барып зерттеп, соларды мен отырған архивтегі анау бумаларды ақтарып барып сын айтса, оған неге түзетпеске қабылдаймыз? Деректерді ақтарып десеңші. Енді бұл ең алғашқы туындыңыз ба, бұдан да өзге кітаптарыңыз бар ма? Бұл ең алғашқы туынды. Бұрын әртүрлі жинақтарға кіріп жүретін, мысалы 2014 жылы алматылық дипломат Қазбек Бейсебаев деген азамат мынау ер есім елесінде деген кітап шығарды. Сол кезде Қазақстан бойынша осы Ұлы Отан соғысы туралы материалдар жиналды. Соған бір деректерім біраз кірген жинаққа. Өткен жылы қызылордалық Сағат Жүсіп деген ақсақал Ашаршылық ақиқат деген кітап шығарды. Енді керемет кітап шығарды. Ол кісі сұрап алды біразын біздің өңірімізге қатысты, ашаршылыққа қатысты оқиғаларды. Ол жаңағы Сағат Жүсіп ағаның кітабы Алматы мен Астанада тұсаукесер өтті. Белгілі бір себептермен бізде әлі өтпей жатыр. Кітап шықты ғой. Межелеген мақсатыңызға жеттіңіз ба? Кітап алдымен кім шығарып берді деген айтып өтпеген обал болатын еді. Мына облыстық ішкі саясатта бастығының орынбасары, қазір Түлкібас ауданына әкім орынбасары Жанар Бектаева деген қарындасымыз бір сол шығарып берді. Шамасы келгенше қаржы аздау болды. Мына жерде бұл кітап шығаруға еңбек сіңіргендер, мына Қызмет газет деген бар. Сол газеттің бас редакторы кім? Бейсенгүл Нарымбет қарындас, Ернияз фирмасы бар, сол жерде Ербол Дайрашев деген жігіттер бар. Сол жігіттер кітап шығуға үлес. Қанша данамен шықты? Шағын, ол данасын айтпай-ақ қояйық, әйтпесе... Жалпы бұл оқулық ретінде оқу орындарына немесе кітапханалар таратыла ма, жоқ әлде қарапайым халықта алып оқуға қол жете ма? Бәріне бірде жете бермейді. Мен қазір негізінен кітапханаларға өткенде жолым түсіп бардым да, үйге жақын болғасын отырар кітапханасына бірнеше данасына барып бердім. Өзім мектебіме, кейін болашақта енді мектептерге сол кітапханаларға таратсам деген ойым бар. Тегін кәдімгі кейін айта кететін жағдай, бүгін 31 наурыз күні мектебінде қала мектептерінің тарих кафедралардың меңгерушілеріне үлкен конференция өтіп жатыр. Осы кітаптың тұсаукесері болады. Сол қонақтарға да біразын арнап отырмыз, береміз деді. Шын мәнісінде жазамын деген жүрекке қолыңызға қалам алып, мұрағаттардан шықпай, дәл осындай тер төккен екенсіз. Оның бейнетін де, зейнетін де көріңіз. Оқыған біздің ұрпағымыз әрине ауылымыздың, еліміздің тарихын біліп өссін. Ол да бір жақсы бір ізгілікті іс болсын. Шын мәнісінде ұрпағымыз ауылымыздың, еліміздің тарихын біліп өссе, ол бір отан сүйгіш, рухты үлкен жақсы азаматтар болады деген сенімдеміз. Келешек ұрпақ үшін қызмет ететін жансыз ғой, өзіңіз де мұғалімсіз. Осы бір мамандығыңызды адал атқарып келе жатқаныңызға күмәніміз жоқ. Үнемі сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әлеуметтік желіде болсын, өзіңіздің белсенділігіңізді үнемі көрсетесіз. Осы бір белсенділік сіздің бойыңыздан үнемі табыла берсін дегіміз келеді. Біздің көрермендерге айтар жақсы бір таңғы тілегіңіз болса. Жақсылық жасаңыздар. Жақсылық, тек қана бір-біріңізге жақсылық шылаңыздар. Енді абайсызда кейде жақсылық жасаймын деп біреулердің аяғын басып кетіп жатсақ, ол ренжімесін ешкім. Ол жақсы нәрседен туған, адам жүрген жерде реніш болуы мүмкін. Ол жеке қастық деп қабылдамаңыздар. Кейде біреуге тіліміз тиіп кетсе, әйтеуір кейінгі ұрпаққа немерелеріміз жақсы өмір сүрсін деген ниет сол-ақ. Рахмет сіздерге.